Қазақ тілі 8-ші сынып. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақта сіздермен бірге болатын Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Мойнақ ауылындағы номер 23-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Қойшыбекова Назгүл Қанабекқызы. Сабаққа қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы театр өнері мен мәдениеті, жай сөйлем және оның түрлері. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдылық ерекшелігіне сай қолдану. Бағалау критерийлері. Театр өнеріне байланысты сұрақтарға жауап алады, жай сөйлем түрлерін ажырата алады, театр мәдениеті жайында тыңдалған мәтіннен астарлы ойды анықтайды. Театр деген не? Театр көне грек сөзі, ойын-сауық орны, көретін орын деген мағынаны білдіреді. Сахналық өнердің өмір көріністерін драмалық әрекет арқылы көрермендердің көз алдында актерлер күшімен бейнелейтін бір түрі. Ойын-сауық, спектакль, түрлі сахналық ойын-сауықтар, сонымен қатар жалпы мәдени шаралар өткізетін орын. Неге театр ұжымдық өнер болып есептелінеді? Театр ұжымдық өнер, өйткені драматург, актерлер, қоюшы режиссер, декоратор суретші, композитор, хореографиялық өнерінің және киім-кешек жасаушылар, гримшілер, жарық берушілер секілді театрдағы тағы басқа көптеген қызметкерлер еңбегінің өзара тоғысуы нәтижесінде туындайтын өнер. Оқушылар, сіздермен қарым-қатынас жасау барысында мен қандай сөйлемдерді қолданудамын? Әрине, ең көп қолданыстағы хабарлы сөйлем. Белгілі бір оқиға, құбылыс, іс-әрекет туралы хабарлау, баяндау, суреттеу мақсатында айтылған сөйлем хабарлы сөйлем деп аталады. Театр дегенде қандай ой пайда болады? Бұл қандай сөйлем? Дұрыс, сұраулы сөйлем. Бір нәрсе жайында сұрап білу мақсатында айтылған сөйлем сұраулы сөйлем деп аталады. Сұраулы сөйлемге тән негізгі белгілер сұраулы есімдіктерінен және маме, бабе, папе шылауларын қатысуымен жасалады. Сұраулы сөйлемнің өзіне тән интонациясы болады. Бас жағы көтеріңкі айтылып, соңғы жағы бәсеңдемей көтеріңкі қалыппен аяқталады. Сұраулы сөйлемдер негізгі сұрақты, жетек сұрақты, анықтаушы сұрақты болып бөлінеді. Негізгі сұрақты сұраулы сөйлем бір нәрсе, оқиға, іс туралы мәлімет алу үшін қойылған бастапқы сұрақты сөйлем. Мысалы, сіз Талдықорған қаласындағы Бекен Римова атындағы драма театрына бардыңыз ба? Театр өнерінің табиғатын қалай тануға болады? Бұл сөйлемдер негізгі сұрақты сөйлемдер. Жетек сұрақты сұраулы сөйлем негізгі сұраққа жауап алу үстінде қосымша туған ойға байланысты сөйлем. Мысалы, театрға бару саған ұнайды ма? Ал сіздерге ше? Жетек сұрақты сөйлем толымсыз болып құралады. Көбіне тек сұрақ мағыналы сөзден ғана тұрады. Жетек сұрақ шешілауының қатысуымен жасалады. Анықтауышты сұрақты сөйлем екінші жақтың сөзін анықтап алу үшін қойылған сұрақты сөйлем. Мысалы, бұл ойды кім айтты? Маржан? Бұл анықтауыш сұрақты сөйлем. Тамаша, керемет жұмыс, жарайсыз. Бұл қандай сөйлемдер? Дұрыс, лепті сөйлем. Айтушының түрлі көңіл күйін білдіру мақсатында айтылатын сөйлемдер. Лепті сөйлемге тән негізгі белгілер. Айтушының күйіну, таңдану, өкіну, сүйсіну, қорқу, қуану, қапалану, наразылық білдіргенде ерекше эмоциямен, сезіммен айтылатын сөйлем. Лепті сөйлемнің жасалу жолдары. Сөйлемнің етістік формалары арқылы сөйлем ақ, ау, ғой, ай демеулік шылауларын қатысуымен, көңіл күйді білдіретін одағай сөздерін қатысуымен жасалады. Қазір сіздер жеке тапсырма орындайсыздар. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтаңыз. Бұл қандай сөйлемдер? Дұрыс, бұйрықты сөйлем. Біреуге бұйыру, талап ету, өтініш тілек білдіру мақсатында айтылатын сөйлемдер. Бұйрықты сөйлем етістіктің бұйрық райының екінші-үшінші жағында айтылады. Бұйрық не шартты райға ш жұрнағының жалғану арқылы жасалады. Құрметті оқушылар, неге біз сіздермен жай сөйлемдерін айтылу мақсатына қарай түрлеріне тоқталдық? Қалай ойлайсыздар?
Дұрыс. Өйткені сабақтың екінші мақсаты бойынша сіздер жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдылық ерекшелігіне сай қолдана алу керексіздер. Бұл мақсатқа біз сіздермен қарым-қатынасқа түсу арқылы қиналмай қол жеткіздік деп ойлаймын. Келесі кезек тыңдалым. Сабақтың мақсаты бойынша тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпараттан астарлы ойды анықтау. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін сіздер екі тапсырма орындайсыздар. Бірінші тапсырма. Мәтіннің мазмұнын терең түсіну үшін мәтінді мұқият тыңдай отырып, түртіп алу стратегиясы бойынша театр мәдениетіне байланысты ұсынылған қағидаларды түртіп алыңыздар. 5 минут уақыт беріледі. Театр нағыз өнердің ордасы. Сонымен сіз сақтауға тиіс қағида. Қойылымға уақытынан бұрын не кешікпей келіңіз. Егер жағдайыңыз келіп жатса, билетті алдын ала сатып алғаныңыз абзал. Әрине, киімнің сол ортаға сай болғаны дұрыс. Спорттық киіммен немесе жұмыс киіммен келуші болмаңыз. Барынша өзіңізді жайлы сезінетіндей киім түрін таңдағаныңыз жөн. Иісі өткір иіс суларды сеуіп келуден қашыңыз. Сіздің театрға келгендегі мақсатыңыз рухани ләззат алып, жаныңызды жайландыру. Сондықтан ашу мен реніш жан жақтан қол қалап бара жатса да, оны ішіңізде жасырыңыз, не ол жайында ұмытыңыз. Өзгеге тиесілі орынға тек театр қызметшілері рұқсат бергенде ғана отырғаныңыз жөн. Орныңызға өтерде, көрермендерге бетіңізді бері қаратып өтіңіз. Қойылым басталар алдында ұялы телефоныңызды не дыбыссыз режимге қойыңыз, не сөндіріп тастаңыз. Сырттан келген қоңырау сізді ғана емес, қасыңызда отырған көрермендерді де мазалайды. Одан қала берсе, сахнада өрбіп жатқан тіршілікке де айтарлықтай кедергі жасайтыны даусыз. Театрға келіп алып, қойылым көрудің орнына басқа шаруалармен айналысып кетсеңіз, ол сіздің біріншіден өнерді, екіншіден сахнаны, үшіншіден өзіңізді сыйламағаныңыз. Қойылым барысында әртістердің дауыстары естілмей, не басқа да қылықтарын ерсі деп қабылдасаңыз, сол үшін көрермендер залында айғайлаудың тіпті де қажеті жоқ. Күлкілі көрініс болмаса, қатты дауыс шығарып күлмеңіз. Олай жасасаңыз, сахнада ойнап жатқан әртістердің өз образынан адасып қалуына себепкер боласыз. Қойылым біткен соң, көрермендермен бірге тұрып, қошемет көрсетіңіз. Әртістің қуанышы халқының қошеметіне бөлену. Сахнаның аса киелі екенін ешқашанда ұмытпаңыз. Оқушылар, бірінші тапсырма бойынша сіздер не істедіңіздер? Мәтінді тыңдай отырып, театр мәдениеті бойынша қағидаларды түртіп алдыңыздар. Керемет. Яғни сіздер театр мәдениетін қалай сақтау керек екенін түсініп білдіңіздер. Екінші тапсырма. Тыңдалым мәтіндегі астарлы ойды анықтау мақсатында театр киімілгіштен басталады тақырыбында жай сөйлемнің түрлерін қатыстыра отырып диалог құрыңыздар. Орындау уақыты 7 минут. Сабағымызды қорытындылайық. Сабақтың мақсаты қандай болып еді? Мақсаттарға жету үшін сіздер қандай бағалау критерийлерін басшылыққа алдыңыздар? Бағалау критерийлері бойынша өздеріңізді бағалаңыздар. Неліктен сіздер мақсаттарды орындай алдыңыздар, немесе мақсатқа жетуде қандай қиындықтар болды? Қиындықтар, сұрақтарыңыз болған жағдайда мұғалімдеріңізге хабарласыңыздар. Немесе 8-ші сынып қазақ тілі оқулығындағы 103-ші, 104-ші беттегі тақырып бойынша материалдарды қарастырып шығыңыздар. Үй тапсырмасы. Жай сөйлем түрлерін қатыстырып, театр өнері мен мәдениеті туралы таныстырым жасаңыздар. Үй тапсырмасын орындауда қиындықтар болмайды деп ойлаймын. Қосымша мәліметтерді ғаламтор желісінен алуға болады. Сіздермен болғаныма өте қуаныштымын. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.